Армысыздар, құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналған. Тамыз айының басы. Далада күн қапырық. Үлкен ағам, мен және Камила жеңге үшеуміз ауылға барамыз деп шештік те, ағамның Нивасын түрлі заттарға лық толтырып алдық. Сондағысы көбіне киім-кешек пен құрылыс заттары еді. Бұған дейін ағамның микроавтобусы болған. Кузовына ұсақ-түйектің бәрін қиналмай-ақ ыңғайластырушы едік. Бірақ оны сатуға тура келді. Енді міне шағын Ниваға заттарымызды қалай сыйғызарымызды білмей қалдық. Киім толы сөмкелер, көліктің алдыңғы орындығын ғана емес, артқы орындықтардың 1/3 бөлігін алды. Сондықтан қалған үшеуміз 2 орындықты бірдеңе ғып бөлісуіміз керек. Рөлге мен отырайын дедім. Сондағысы артқы орындықты жеңгеммен бөлісіп отыруға ыңғайсызданып тұрмын ғой. Армандапсың, деп ыржиды ағам. Жап-жаңа Нивасының шанағын маңғаздана сипап, ыстық суығы басылмағанын көрсетіп тұр. Енді сенің тізеңе отыруға тура келеді деп күрсінді жеңгем. Кел, көрейін, ауырсың ба, деп келемеждеп, Камила жеңгемнің белінен құшақтадым да көтеріп қалдым. 50 килограмдай ма, өте жеңіл екен. 52, болды жібер, деді ол, қызарақтап. 32 жастағы келіншек үшін Камила сырт көзге әлі де оқушы болып көрінетін. Бірақ менің сыныптастарымның тек бірнешеуінің ғана денесі соншалықты сымбатты, тартымды еді. Екеумізге бір орындыққа сыйысып отыруға тура келді. Мына көліктерді кім жасайды екен, деп жайғасқаным сол еді. Басым Ниваның төбесіне кеп тірелді де қалды. Жеңгем тіземе келіп отырғаны сол еді. Аяғымды бірден жылы ауа құшып, денем дір ете қалды. Үстіне қысқа жеңіл көйлек киген, ішінен төстартқышпен шілтерлі іш киімі. Осы жеңіл жұқа көйлегінен сығалап көрініп те тұр. 1,5 ғана метр бойымен басы төбеге жетпейді екен. Ағам рөлге отырды да айнадан бізге көзін қысып қойды. Жолға шықтық. Көлік бірте-бірте жылдамдықты ұлғайта бастады. 10 шақырымнан кейін теп-тегіс тақтайдай асфальт жол бітіп, жай шағал ойдым-ойдым ауылдың жолы да басталып кетті. Бір шұңқырдан кейін екіншісі басталып, жеңге ағаммен шүйкілдесіп, қайдағы жоқ әңгімелерді айта бастады. Мен болсам төбеге қайта-қайта ұрына берген басымды қорғау үшін аяғымды кеңірек ашып, төменірек отыруға тырыстым. Осылайша жеңгем менің ауымның үстінен бір-ақ шықты. Айтпақшы, мен қысқа шолақ шалбарда ғана едім. Күн ыстық болған соң, ішінен тіпті іш киімде кимеппін. Камила жеңгемнің үлкен бөксесі мен көліктің үнемі селкілдеуінен менің серігім бір уақытта ояна бастады. Ұялғаным-ай. Әрине, жеңгем жамбасына ердің жыныс мүшесінің тіреліп тұрғанын қалай сезбесін. Алайда әрі қарай мен күтпеген жағдай орын алды. Камиланың аяқтары баяу ашылды да, оның жұмсақ тәні менің тәніме тигенін сездім. Бұл оның күн түймесі екені сөзсіз. Жеңгем түр бермей ағаммен баяғыша сөйлесе берді. Бірақ олардың әңгімелерінде шатағым жоқ. Бар ойым көлік шайқалған сайын қатайып жатқан сайманымда. Ең терең шұңқырда Ниваның қатты секіргені соншалық менің серігім Камиланың күнтүймесіне 1 сантиметрге кіріп кетті. Әрине, арамызда менің шолақ шалбарымның
оның жұқа көйлегінің, одан бетер жұқа іш киімінің матасы бар еді. Бірақ мұның бәрі мүшеқаппен бірдей емес пе? Яғни мен жеңгемнің ішінде болдым деп есептесек те болады. Жеңгем бір мезетке тына қалды да, артынан дым болмағандай ағаммен әңгімесін жалғастыра берді. Дәл осы сәтте мен оның шырындарының қалай аққанын сездім. Біраз уақыт осылай отырдық. Мен оның күнтимесін сездім, ал ол жаңа сөлдер бөле бастады. Қозғалмай отыра бергеннен аяқтарым үйіп қалып артқа жылжыдым. Ал Камила маған ілесті де күнтимесін менің сайманымның ұшына жайғастырды. Мен алдыға берілгенде ол осы әрекетін артымнан қайталай берді. Шалбар, көйлек, іш киімдерге қарамай бір-бірімізді аймалауға кірістік. Біраз уақыттан соң оның санын сипалай бастадым. Ол басын еңкейтіп, қолымның қимылдарынан көзін алмай қарап отты. Мен тым батылсынып кеттім-ау, білемін, бірақ бөксесін баяу көтеріп те көйлегінің астындағы дымқыл іш киімін сипаладым. Ортаң саусағымды матаның арасына жібердім. Мүшем болса бірден тас болып шыға келді. Бұдан да батыл әрекетке көшу керек болды. Сол қолыммен шалбарымды түсіріңкіреп, сайманымды шығардым. Камила бақырайып, одан көз ала алмады. Бұл ол үшін шектен шыққан сияқты болып көрінді ма деп ойладым. Сайманымның ұшы сөлдерден жылтырап тұр. Саусағымды оның күнтимесінен шығардым да іш киімін тізесіне дейін түсірдім. Камила бұрылып маған қарады. Жүзінде құштарлық пен кінәнің айқасы. Не істерін білмей тұр. Өз-өзіне келуге уақыт бермей, серігімді күнтимесіне тақай бердім. Дәл осы сәтте машина тағы да бір шұңқырдың үстімен өтті. Болды. Мен Камиланың ішіндемін. Кері шегінуге кеш. Жеңгем маған толық отырған бойда 18 сантиметрлік менің сайманым күнтимес ішіне жоқ болып кіріп кетті. Осы күнге дейін Камиланы ешқашан бұл жағынан қарастырмағаныма іштей таңғалдым. Талдырмаш мүсінді, ал күнтимесі 18 жасар арудікіндей тар әрі дымқыл екен. Екеуміздің де дем алуымыз ауырлап кетті. Қуанышқа орай көліктің шуы бізді жасырып, ағам ештеңеге сезіктенген де жоқ. Артқы орындықта ес-түссіз сезімге берілдік. Бірер минуттан кейін шыдамай жеңгемнің ішіне шауқатымды септім де, оған ең керемет ләззат сыйламақ болып, деліткісімен ойнай бастадым. Құдайым-ау деп шыңғырып жіберді ол. Шыңына жете. Не боп қалды деп уайымдап қалған ағам айнадан бізге қарап, жай деп тіл қатты есін жиған Камила жеңгем. Келгеннен кейін мына заттардың бәрін кіргізуіміз керек, тігі есіме түсіп кетті, деді жымиып. Ағам тек күліп, Құдайға шүкір, інім ер жетті. Көрмейсің бе, нағыз еркек. Абыржыма, өзі-ақ бәрін реттейді деп самбырлап сөйлеп жатты. Иә, дөп айтқан. Мен тағы да оның әйелін аймалауға кірістім. Себебі сайманым қайтадан оянып, тойдың жалғасын күтіп жатты. Бірнеше минуттан кейін Камиланың ішіне екінші порция шауқат құйылып кетті. Осылайша ауылға жеткенше жол бойы Камила жеңгемді риза қылып 3 рет жібердім. Оның неше рет ләззат алғаннан шатасып та қалдым. Біраздан кейін ағама ұйқысы келгенін айтып, көзін жұмды да менің үстімде рахаттанып отыра берді. Мен мұндай мүмкіндікті жіберемін бе? Оның ішін сипап, деліткісін аймалауға кірістім. Ауылға келісімен киімдерді, құрылыс заттарын бәрін
дүкенімізге тасып, ағам мен жеңгеме әбден көмектестім. Бар тірлігіміз біткен кезде ағам, жеңгем Камила екеумізге дүкен мен үйді табыстап, өзі әке шешеміз тұратын үлкен үйге барып амандасып келуге кетіп қалды. Ағам кете салысымен Камила жеңгем екеуміз үйде ешкім жоқ екенін пайдаланып, дүкенге әкелген товарларды дүкеннің ішіне кіргізіп алдық та, дүкенді реттеп жатқан адам сияқты ішінен кілттеп жауып алдық та, зат сақтайтын қоймасындағы тұрған ескі қоңыр жиналмалы креслоны жазып алып, жеңгемнің іш киімін сыпырып тастап, екеуміз емін еркін, ешкім жоқта қоңыр креслоны шиқылдатып, дірілдетіп, айбір айызымыз қанғанша, өзімнен біршама жасы үлкен жеңгемнің ып-ыстық ұясына сайманымды армансыз аралатып, көзінен отын шығардым. Бұрын неге мән бермегеніме таң қалдым. Бір қалыпты жымиып қана жүретін бұл жеңгемнің өте тәжірибелі, қылықты екенін, әрі қайнысына көңілі бар екенін білгенде баяғыдақ жайғастырар едім ғой. Жолда келе жатқандағы тар машина салонында жұқа жеңіл көйлегінің сығалап іш киім ішінен көрінген омырауы мен бөксесін енді өзім көйлегін жоғары көтеріп тастаған күйі, өз қолдарыммен біресе сипалап, біресе умаждап, рахаттанып, оны да рахатқа бөлеп жатырмын. Ағамның үлкен үйге кеткен соң әке шешесімен отырып шай ішпей келмейтіндігін білген жеңгем екеуміз жарты сағаттай дүкен қоймасында арпалысып жаттық. Жеңгем әбден қозғаны соншалық, аяғында мені астына алып, өзі қазықтай қақиып, үстіме отырып алып, бір секірді-ай, менің де даусымды шығарып жіберді. Даусым шығып кеткен менің аузымнан сілекейім қоса шұбырып ағып кетті. Көзім аларып, езуімнен сілекейім шығып, ыңырсып жаттым. Дәл сол кезде даладан Ниваның сигналы баж ете қалды. Шабандоз жеңгем селк етті де, менің үстімнен сусып тұрып бара жатты. Дәл сол кезде менің шауқатым шығып кетті де, сыртқа қоңыр креслоға ағып жатты. Жеңгем тез іш киімін жерден алып, бұтына теріс пе оң ба қарамай жүре киіп бара жатты. Жоғары көтерілген көйлегінің етегін төмен түсіріп те үлгеріпті. Барып, үй жақтағы дүкеннің есігін ашып, қақпаға қарай беттеді-ау деймін. Мен креслоға ағызған соң, сайманымды үйкеп қалғанын сол жаман креслоға жағып тастадым да, бағанағы қаладан әкелген товарларды дүкеннің ішінде сипақтап, орын-орнына жайғастырған адам сықылды. Дүкеннің ішінде не істеп, не қойғанымды білмей, көзім аларып, белім босап, рахаттанып жүрмін. Ойында еш нәрсе жоқ ағам болса, ой, екеуің жарайсыңдар, осылай жасай беріңдер деп, даладағы суы ысып тұрған душқа түсіп алайын деп кіріп кетті. Сол кезде барып мен де шауқат сасымай душқа ағамнан соң кірейін деп ойладым. Жеңгем зыпылдап үйге кіріп, киімін енді ғана ауыстырып алып, шай қамына кірісіп кетіпті. Әңгіменің соңы.